Ескіліктің емес, естіліктің белгісі, ұрпаққа тағылым көзі. Аптада Еңбекші Қазақ ауданында Қаңлы Қараш би Теңізбай ұлына арналған кесене тұрғызылып бітті. Ашылу салтанатына Алматы облысы әкімінің орынбасары Серік Мұқанов бастаған жетісулық зиялы қауым өкілдері, мемлекет, мәдениет қайраткерлері, ғалымдар қатысты. От ауызды орақ тілді атанған Қараш би шамамен 1826 жыл дүниеге келген. Биыл бабаның туғанына 187 жыл толып отыр. Еңбекші Қазақ ауданындағы Түргеннің сайы мен Бақай тауының аралығын, Шелек өзенінің ортағысы бойын билеген би шешен адам болған. Қараш қазақтың ынтымағын ерекше бағалаған. Айналадағылар той өткізсе де, қазақтың көне шаңырағы Қаңлы деп төрден орын сайлайтын көрінеді. 1822 жылы Жетісу жерінде әр ру дербес болыстық құрып жатады. Қарашта Іле Алатауының теріскейін мекендеген халықтың басын қосып, жеке болыстық жасауға ұмтылады. Бабаның дақпыртын естіген бұрыннан ата жекжаттығы бар ақ қыстық жайының 500-дей түтіні тағы келіп қосылған. Сонда 3 мүшелге толмаған Қараштың жұрт арасында беделін көтерген әділдік екен. Қаңлы Қараш бабаның сіңірген екі үлкен еңбегі бар екен. Біріншісі, ол осы жердегі үлкен өте әділ руына тайпаларына қарамастан бүкіл халыққа әділ би болып, соларға жөн сілтеген адам. Осы жердегі жаңа жетімдердің дауы, жесірлердің дауы, жер дауына байланысты көп мәселелерді ол кісі өзі шешіп отырған. Сұлтан Тезек төре айтқан екен, Теңізбайдың баласы Қараш деген, ағайынға жарасып Қараш деген, бәріміз бір дұшпанға соққы бердік, түбіміз бір қазақпыз Алаш деген сөзін соны жаңағы айтып риза болып соған өлең шығарған екен. Елім, жерім деп ел бірлігі дегенде, ет жүрек ел жүрей соққан, келер ұрпақ қамын ойлап қар жастанып, мұз төсенген, халқына қалқан болған Қараш баба 1889 жылы қайтыс болған. Зираты мүжіліп төмпешікке айналып бара жатқан соң, ұрпақтары жиналып лайықты күмбез орнатты. Кесене биіктігі 13 метр, өлі риза болмай, тірі байымайды дейді дана халық. Ең бастысы кесене ұлтымыздың асыл қазынасына айналып отырған. Бабалар мұрасын келешек ұрпақтың асылындай сақтап, өнеге тұтып, үлге де білуге тәрбиелеуге жол ашады. Мемлекеттік деңгейдегі, облыс деңгейіндегі, аудан деңгейінде, жергілікті жерде әр азаматтың орнын тауып, әркім өз тарихын бабалар іздеп жатыр. Ол бір руды қуған емес, ол әр ру, әр ата бабамыз, ол біздің қазақтың тарихы, біздің жеріміздің тарихы. 19 ғасырдың орта шенінде басқарған, сол кездегі би болған, сол кездегі елдердің осы аға қатынасын жіктеп, татулыққа шақырып, ел қылып, бір тұтас ұстап тұрған осы Қараша би Теңізбайұлы. Сабақты ине сәтімен бұл күні кең далада жаңбырмен нұрланып, табиғат ғажайып күйге енген. Алыс жолдың машақатына мән бермей тағылымы мол шараға жұрт жан-жақтан ағылып келіп, алталаш басын қосты. Бұл далада қалған аталар бейітінен ұрпағы мирас ететіндей кесене тұрғызу сауапты іс, қарыз бен парызға айналған. Аты аңыз сөзі өсиет болған баба кесенесінің ашылу салтанатында облыс әкімінің орынбасары Серік Мұқанов бабамыздың тағылымды істерін жұртшылыққа баяндады. Түзеді қазақ бесігін ұмытпайды, бабалардың есімін деп ыстық лебіздерін білдірді. Жалпы еліне қуат, халқына шуақ болған баба кесенесінің ашылуы сауабы мол іс. Оған көпті көрген көнегөз қарияларда ел болашағы өскелең ұрпақта көз жеткізіп отыр. Өткені өткен ұлықтаған елдің ертеңі жарқын, келешегі кемел. Мінекей ата бабамызды сыйлау, дәстүрімізді сыйлау, бұл өте балаларға өте үлгі. Мына сонша адам келіп жатыр. Ол жастарға келешек. Ата бабамызды білу, руымызды білу, үлкенді сыйлау, бұл жастарға өте үлкен жаңа тәрбие береді деп ойлаймын. Қараш атаға ас беріліп жатыр. Біз бұған өте қуаныштымыз. Қараш атамыздың әруағы риза болсын. Ақ түйенің қарны жарылған бұл күні жетісулық көркемөнерпаздар әсем әндерін әуелетіп, күй күмбірлетті. Мың бұрала билеген бишілер тобы да халықты бір серпілтіп тастады. Ал қаз-қатар тігілген ақшаңқан киіз үйлерде құран бағышталып, Қараш Теңізбайұлына ас берілді. Сонымен бірге ат жарысы ұйымдастырылып, онда сәйгүліктер сынға түсті. Қараш баба Теңізбайұлының өшпес рухы, халық үшін атқарған қайрат жігерге толы қасиеті әрбірімізді жебеп жүрер. Жиналғандар осылай деп тарасты. Албаным сыйлар ағам деп, шапыраштым сыйлар жағам деп, қос қанатым тұрғанда жұрт ішінде бағам көп деп жырлап өткен Қаңлы Қараш би Теңізбайұлының есімі мәңгі тарихта қалатыны сөзсіз. Бұл шараның басты мақсаты да бабамыздың есімін тағы бір мәрте жаңғырту болып табылады. Индира Асанова, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін.
Енесі жақсының шаңырағы алтын, дауласары жоқ.